Күйеуімнің құмарлығы 3 бөлім. Жалғыз өзіме қиын болып кетті. Бірде демалыс күні кір жуайын деген мақсатпен киімдерімді жиыстырып жүріп, Ердостың күртешесінің қалтасынан мүше қап тауып алдым. Бітті. Біткен жерім осы екен. Бірден оның ойнасы бар екен деген ой келіп, қаным басыма шапты. Дереу оған қоңырау шалдым. Тез үйге келуін өтіндім. Ал ол болса, бір нәрсе болғанын сезсе керек, мән-жайды телефон арқылы айтуымды сұрады. Телефонмен мән-жайды айтып едім, ашуға булығып, ол менікі емес, Нұржандікі деп сытылып шыға келді. Алдында әйелі сезіктеніп қалар деген оймен маған салып жіберген, менікі болса қалтама салам ба деп өзімді кінәлі етіп, және рұқсатсыз неге қалтасына түскенім үшін ашуланып тұтқаны қоя салды. Үйге келген соң ләм демедім. Керісінше өзіме дөрекі дауыспен басыңа ілік іздемей жайыңа жүр деп ұрысып берді. Сол кезден-ақ дабыл қағуым керек еді ғой. Сөздеріне сеніп үнсіз қалдым. Сөйтіп жауып тастадым. Нұржандікі. Әйелі сезіктеніп қалмасын. Сол кезден-ақ неге ойланбадым? Нұржан әйелінің көзіне шөп салады. Бұл оның қасында жүреді. Дабыл қағуым керек еді ғой, бірақ олай істемеген. Уақыт өтіп жатты. Жылдың аяғы. Жұмыста үлкен аудит тексеріс жүріп, жұмыстан жай келіп жүрдім. Күйеуіме ескертіп, ол мақұлдап, ал ол болса, бірде үйде, бірде достарымен баяқша жүретін. Бір күндердің күнінде ноутбугымды, керек құжаттарымды алып, күйеуім үйде болған пайдаланайын, қасында болайын деген оймен үйге асықтым. Себебі мен үйде болғанда үйде болмайтын адам үйде отырған несі деп таңырқап жүрдім. Осы сұрақ мазалап жүретін. Қайырымен қасында болайын деген мақсатпен үйге асықтым. Өзімше тосын сый жасайын деген ойымда бар. Сөйтіп үйге келдім. Үйдің есігі құлыпталып тұр екен. Есіктің жоғарғы жағын кілтеген екен. Астыңғы жағын кілтенсе, кілт аузында болып есік қағып, тосын сыйым ойдағыдай шықпас еді. Бірақ олай болмай шықты. Есікті өзім ашып кірдім. Оған да қуанып қалдым. Үйге ентелеп кіргенімде теледидардың дауысы шығып тұрды. Және жуынатын бөлмеде судың сарылдаған дауысы шығып жатты. Душ қабылдап жатыр екен деген оймен ойыма келгені тез-тез шешініп бірге душқа кіріп, оны таң қалдыру болды. Жанталасып шешініп, жүрегім аузыма тығылып, өзім мәзбін. Дереу үстіме шытқалатымды киіп ванныға ентелеп, есігін ашқаным сол еді. Екі көзім өзіме сенбей аңырап тұрып қалдым. Ары қарай сөзбен айту мүмкін емес. Күйеуім деп жүрген адамым тыр жалаңаш, әлгі досым деп жүрген Нұржанды арқасына қаратып қойып, тарсылдатып жатыр. Не деген жеркенішті көрініс десеңші, не алға, не артқа қарай жүрерімді білмей, Ердос деп жан даусым шыққаны есімде. Әрі қарай есім, еміс-еміс есімде. Бұрылып, аяғыма, қолыма ілінгенді алып үйден шығып кеттім. Қанша жүргенім есімде жоқ, біршама жүріп тастаппын. Не ойлап, не қойғаным, бәрін көз алдыма келтіріп, саралап шықтым. Оның сәби қалмай жүргені осы екен ғой. Бұл сонда көңілдір болғаны ма? Қалайша? Маған не үшін үйленді? Неге? Не үшін? Неге? Деген сұрақтар ішімді күйдіріп, өксік тамағымды қыңылдырып тұншығып келем.
сан алуан сұрақтар, жауабы жоқ сұрақтар. Жауабын таба алмай еңіреп келем. Сол сәттен ақ күйеуімді жек көріп бастадым. Ажырасамын деген шешім шығардым. Ондай адаммен бір шаңырақ астында тұру мүмкін емес. Тіпті маған жұқпалы ауруды жұқтырған осы болып тұр ғой. Не болып кетті? Түсім болса ғой. Жоқ, өнім. Еңіреп келем. Біршама жүріп, есімді жинап айналып үйге келдім. Келсем, үйде екен. Мені күтіп отырса керек. Көзіне қарап отырып, жылай бердім. Айтарға сөз таппадым. Тек неге дедім. Неге мен? Неге айтшы? Неге мен дедім. Еңкілдеп жылап жерге отыра кеттім. Оның Нұрай тұршы, қойшы дегенін тыңдамай оны төбелеп ұрап, неге мен дегенмен. Ұстама, лас қолымен мені деп итеріп жібердім. Ол мақұл тұршы, сөйлесейік, ашығынан түсіндірейін, мені көрмей кетсең де тыңдашы деп жатты. Еңкілдеп қалайша бұлай болды деген сұрақтарыма санам маза берер емес. Екі аяғым селкілдеп, еңкілдеп жылап жаттым. Ол болса отыр екі қолын қусырып, кешірші мені, Нұрай, кешірші мені. Мен сені шын ұнаттым. Сенің қылықтарың, жүріс-тұрысың мені еліктірді. Мені өзгертетін әйел адам таптым деп қуанып үйленген едім. Бірақ олай болмады. Ұзақ уақыт үйленбей жүргенім сол. Еркекті қалап келдім, әйелді емес дегені үстіме мұздай су құйып жібергендей болды. Қалайша әйелді емес еркекті деп. Қалайша? Неге? Сонда да неге мен дей бердім. Сұрақтарыма жауап. Мардымда жауап ала алмайтымды біліп, әрі қарай болды, жетер, үйден кетші. Үйден кетуін өтіндім. Сатымды жинап, кеткесін келерсін деп есікті тарс етіп құлыптап алдым. Түнімен заттарымды жинап, жұмыс жақтан квартира жалдап көшіп кеттім. Таңды қалай аттырғаным естен кетпейді. Үйдің әрбір бұрышы, әрбір өткізген күндеріміз барлығын еске алып, көзімнен жас тыйылмай таңды аттырдым. Оған хабарлама жазып жібердім. Ажырасамын, арыз жазамын. Бәріне бала болмады, сол үшін ажырастық деп айтамыз деп жібердім. Ал ол болса, рахмет, сырымды жасырғаныңа, мақұл, сенің дегенің болсын деп, бала болмады деп, төркініме, қайын жұртыма солай деп жеткіздік. Барлығы басу айтумен болды. Алланың қалауымен ғой. Қартайып үйлендіңдер, асырап алсаңдар болады ғой деген бірнеше ақылдар болды. Оларды тыңдап жатқан мен жоқ. Олар менің ішімдегі сырымды білсе ғой. Қайдам. Бұл басымнан өткен оқиға тура 1 жыл турасында болды. Қазір мен есімді толықтай жинап, өз-өзіме келдім. Осы менің басыма келген сынақта түсінгенім және кім кінәлі деген сұрақ әлі
мазалайды мені. Әке шешемнің мені еркек шора қылып өсіргені кінәлі ме? Немесе үйдегілердің несиелерін төлеп жастық шағымды өткізіп алғаныма өзім кінәлімін бе? Көгілдір екенін жасыру үшін маған үйленген күйеуім Ердос кінәлі ме? Оны білмедім. Айтарым, сіңілерім, өз-өздеріңізге сеніңіздер. Адамның айласы ішінде сақтықта қорлық жоқ. Қыз-келіншектер, күйеу жігіттеріңіздің қыздардан ғана қызғанып тексеріп емес, еркектерге де күмәнмен қараңыздар. Олардың баняға барамыз, саунаға барамыз, балдармен отырамыз, әңгіме айтамыз дегеніне сеніп, күйеулеріңізді бос жібермеңіздер. Рахмет. Деп Нұрай әңгімесін тамамдады. Әрі қарай Нұрайға жақсы жар жолығуына тілектеспін. Ана бақытын сезінуді Алла нәсіп етсін дегім келеді. Күйеуімнің құмарлығы соны